Бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай расымен де ақша табуға болатынын көрсетемін. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, өйткені сіздерге пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Бүгін назарымызда проекттің аты Sellwix Crypto деп аталады. Бұл жақтан біз инвестиция арқылы ақша табатын боламыз. Яғни криптовалютаның әлемінде бұл біз стейкинг деп атаймыз. Ең бірінші достар, бізге регистрация өту керек. Сілтемесін осы бейнероликтің описаниясына қалдырып кететін боламын. Регистрация дегенді басасыздар. Өзіңіздің логин ойлап табасыз, емайлыңызды поддержать етесіз, пароль қайталайсыз және зарегистрироваться деген батырманы басасыздар. Мен бұл жақта регистрация өтіп қойдым, сондықтан бірден өзімнің жеке кабинетіме кіретін боламын. Мен стейкингқа 200 USDT құйған болатынмын, яғни $200. Соның арқасы мен күнделікті $3 табыс тауып жатырмын. Сіздерге бұл жақта қалай ақша құю керек, қалай ақша табу керектігін айтпастан бұрын бірден сіздерге бұл жақта қалай ақша шешу керектігін көрсетіп кетейін. Настройка бөліміне кіріп, одан төмен түсеміз, мына жаққа өзіңіздің кошелегіңізді енгізесіздер. Яғни Tres20 болуы мүмкін, Polygon, Web20 и кез келген бұл жақта крипто кошелек таңдап, мына жаққа қоясыздар и сохранить деген батырманы басасыздар. Одан кейін вывод средства бөліміне өтеміз. Одан кейін мына жаққа қанша сумма шешетімізді жазамыз. Мысалы 6 USDT. Вывод дегенді басамын. Мына жақта біз поддержать ететін боламыз. 6 USDT. Бұл жақта ешқандай комиссия ештеңе алынбайды. Қайтадан вывод средства деп басайын. Енді қараңыздар, мен қанша рет бұл жақтан ақша шештім. Бұл 4-ші рет ақша шешіп жатырмын. Оған дейін мен 3 рет шешкенмін. Мен яғни 2 күнде бір-ақ рет қана вывод жасаймын. 6 USDT-ні шешіп отырмын. Мынау егер сәтті түскен жағдайда мен бұл жерде уже 24 USDT таза табысым болады. Енді достар, бұл жақта біз қанша табыс таба аламыз, қанша сумма құю керектігін қазір сіздерге толықтай көрсетемін. Ол үшін стейкинг бөліміне өтеміз. Одан кейін бізге қандай пакетті таңдау керектігін бірінші қарау керекпіз. Біріншісі бізде Pro 1.5%бен, яғни мысалы мен 200 USDT құйдым и 10 жағында бізде бірден калькулятор тұр. Яғни Pro дата начало 16.08 дейді, 14 күнге беріледі. Бұл бірақ та жұмыс күндері ғана. Суббота, воскресенье сізге доход жүрмейтін болады. И реферальный инфо, яғни сізде рефпен қанша процент доход түсетін, бұл жақта тоже сіздің пакетіңізге байланысты. Награда 1.5%, яғни сіз күнделікті $3 алып отырасыз. 14 күн бұл біткеннен кейін сіз обратно счетыңызға 200 USDT түсетін болады и сіздің таза прибыльіңіз, яғни процентпен есептеген кезде 42 USDT түсетін болады. Яғни ол сіздің профитіңіз болып есептелінетін болады. 14 күнде сіз 42 USDT табатын боласыздар. Негізі бұл жақта минимальный сумма 15 USDT. Егерде проны бассаңыздар, 15 USDT бірден шығады. И қараңыздар, 15 USDT сіздер қанша табыс табасыздар. 14 күн ішінде $3 15 цент табасыздар. Күнделікті сіздерге 20 цент түсіп отырады. Одан бөлек басқа да пакеттер бар. Мысалы сіздер Pro Max алсаңыздар, 900 USDT минимальный пополнение бұл жақта. И мысалы сіздер $900 құйсаңыздар, бұл жақта сіздер 1350 USDT обратно шешетін боласыздар 15 күннен кейін. Одан кейін лучший выбор, мынақта Pro Max Ultra деген бар екен, бірақ та бұл жақта пополнение 3500 USDT. 16 күнде сіз 9660 USDT табысқа жететін боласыздар. Старттан бөлек, мынақта Advanced деген бар, яғни сіздер бұл жақта басқаша, яғни күні ұзақтау, бірақ та сол пакеттер. Яғни 28 күн, мына жақта 57 күн и самый сложный 81 күн. Мысалы сіз 81 күн бұл жақта 120 USDT құйсаңыз, и сіздер 81 күн ішінде 1800 USDT табысқа жететін боласыздар. Әрине бұл жақта таңдауларыңыз өзіңізде. Мысалы сіздер мынаны бірінші осы пробный ретінде көрем десеңіздер, 14 күндікке онда мысалы 100 USDT құям дедіңіз. 100 USDT-іңіз күнделікті $1.5 табыс тауып отырасыздар, общий суммасы $21 обратно шешетін боласыздар. Егер де осылай таңдасаңыз, онда открыть стейкинг деген батырманы басасыздар. Одан бөлек сіздер баланс арқылы толтырсаңыздар болады, ол баланс арқылы толтырсаңыздар плюс 1% сіздерге баланстан кэшбэк ретінде қосылатын болады. Осы адрес кошелекқа мына сіздер 100 USDT жіберу керексіздер. Егер де сіздер стейкинг арқылы құятын болсаңыздар, онда бірден сіздің активный стейкингқа түсетін болады и мына жерде сіз $100 активный стейкингта тұрады. Одан кейін оны білу үшін просто депозиты деген бөлімге кірсек, сізде мынақта активный депозиты жақта қашан құйғаныңыз, қандай пакет екені және де қай уақыт мерзімде сізде бұл доход жүріп отыратын барлық информация ол жақта көрсетіліп тұрады.
открыть депозиті тағы да көрсетіліп тұрады. Бұл біткеннен кейін закрытый депозитіға өтетін болады. Бұл жақта сіздер историяны көріп отыра аласыздар. Яғни қазір мен пополнение жасаған, бірақ та мен бұны құйған жоқпын. Рефералы бөлімінде сіздер бұл жақта адамдар шақыра отырып, бағанағы пайыз бойынша сіздер бұл жақта табыс таба аласыздар. Мен енді рефералканы енді прокачать ететін боламын, сондықтан енді адамдар қосатын болады. Настройка кірсеңіздер, өздеріңіздің пароліңізді ауыстыра аласыздар, электронный почтаңызды привязка жасайсыздар, двухфакторный аутентификатор тоже қоса аласыздар. Даже аватарка қойып қойсаңыздар болады қызық ретінде. Мысалы, мен на аватарды таңдаймыз, сохранить аватар дегенді басамын. Все, менде аватар өзгерілді. Мына жақтан көріп қарай аласыздар. Одан бөлек достар, Bounty деген бөлім бар. Бұл жақта сіздер Instagram, TikTok, Telegram, YouTube арқылы егерде осы проектті сіздер продвигать ететін болсаңыздар, яғни мысалы видео түсіріп или пост жасасаңыздар, сіздерге белгілі бір сумма берілетін болады. Мысалы, сіз YouTube'дан видео түсірдік дейік, сіз видео түсіресіздер, отправить заявку дегенді батырманы басамыз. Одан кейін email почтаңыз енгізесіздер. Мына жақта логин, ссылку скриптадағы логиніңіз енгізесіз. Мысалы, мына жақта мен Апук 28-де ол жаққа қоямын. И мына жақта сіздер сілтемені қоясыздар. YouTube па, Instagram ба, TikTok ба и отправить деген батырманы басасыздар. Сол арқылы сіздер тағы да бөлек табыс таба аласыздар. Сұрақтарыңыз болса, достар, міндетті түрде комментария жазып кетіңіздер. Тағы да бұл видеороликтің жалғасы шығатын болады, сондықтан келесі көріскенше.